Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Махатма Ганди атындағы номер 92-ші мамандырған лицейге қош келдіңіздер. Барлықтарыңызды қасиетті Рамазан айымен құттықтаймыз. Тілеген ниеттеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын. Бірінші алғы сөзді лицейіміздің басшысы Шашабаева Гүлжан Сауытовнаға береміз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Құрметті әріптестер, бүгінгі мына біздің лицейіміз математика, физика, химия, биология, IT мамандықтары бойынша тереңдетіліп оқытылатын лицей, 92-ші мамандандырылған лицей Махатма Ганди атындағы бәрлеріңізге белгілі. Лицейімізде жалпы 89 мұғалім бүгінгі таңда жұмыс істейді. Осы 89 мұғаліміміздің ішінде жаңа өздеріңізге барлық орта жасымыз биыл 36, яғни жастар өздеріңізге белгілі бүгінгі семинардың тақырыбына байланысты табысты авторлық бағдарлама практикалық дағдыларды жүзеге асыру тәжірибесі атты тақырыбындағы қалалық семинарға келіп отырсыздар. Жалпы сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жаңаны табатын өнер деген екен. Жүсіпбек Аймауов әріптестер, енді бағдарламамен қысқаша түрде таныстырып өтейін. Сіздерге алдарыңызға таратылып берілді. Мұнда 3 түрлі светпен, өйткені қазір бірінші негізгі бөлімнен кейін 3 секцияда, яғни бірінші секция осы мәжіліс залында ғылыми жаратылыстану бағыты бойынша, екінші секция математика информатика бағыты бойынша, және үшінші секция қоғамдық гуманитарлық бағыты бойынша әр кабинетте әрқай жалғастырылады. Элективті курс бағдарламасы немесе қалай жазылады, оған қойылатын талаптар қандай? Яғни ол оқу бағдарламасының элективті курстың мазмұны мен рәсімделуіне қойылатын талаптар қатаң түрде сақталуы керек. Яғни ол 2-ші, 3-ші қосымшада көрсетілген ұсынылатын материалдардың саны мен талаптары болып табылады. Және авторлық бағдарламаның сараптамалық бағалау критерийлері сақталуы керек. Яғни оқу процесіне бағдарламаны енгізу үшін жоғары оқу орнының тиісті бейіндегі бір немесе 2 ұсынысы және осы бағдарламаны сараптамадан өткізген бір мұғалімнің ұсынысы болуы қажет. Барлығы кем дегенде 2 ұсыныс болуы тиіс. Ұсыныстар әр бағдарламада жеке беріледі және ұсыныс беруші білім беру ұйымының жоғары оқу орны немесе мектеп мөрімен міндетті түрде бекітіледі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Енді осы бағдарламаның құрылымы бойынша мен сіздерге қысқаша түсінік беріп кетемін. Ең бірінші түсінік хат. Бізде авторлық бағдарламада көбінесе біз түсінік хатты дұрыс жазбаймыз. Сол себепті авторлық бағдарламалар бізде қайтарылып жатады. Енді жалпы түсінік хат бізге не үшін қажет? Ең бірінші, біз бұл авторлық бағдарламаны не үшін әзірлеп жатырмыз? Яғни бұл авторлық бағдарлама бізге қажет пе деген сұрақты қоюымыз керек. Және бұл қазіргі оқу сапасына көрсеткішіне әсер ете ме, жоқ па, сол сұрақтарға жауап бере алуымыз керек. Жақсы, рахмет. Онда келесі бойынша енді секциямен қазір бөлінеміз. Ғылыми жаратылыстану осы жерде қалады. Номер 92-ші мамандандырылған лицейдің физика мұғалімі, педагог сарапшы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі. Бүгінгі менің авторлық бағдарламам физикалық тәжірибелік тапсырмалар мен есептер шығару практикумы. Рецензенттер Момынов Сержан ағай және Әубәкір Сержан апай. Физикалық тәжірибелік тапсырмалар мен есептер шығару практикум бағдарламасы физика саласындағы құзыретті мамандарды қалыптастыруға ықпал ететін біртұтас және ғылыми негізделген курс болып табылады. Осы және оның мақсаты мен міндеттері пәннің оқушылардың физика пәнінен алған теориялық білімдерін практикада қолдануға үйрету, оқушылардың аналитикалық ойлау қабілеттерін дамыту және түрлі практикалық тапсырмалар мен есептерді шешу арқылы функционалдық сауаттылықты арттыру, оқушылардың ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастыру, физикалық құбылыстарды тереңірек түсінуін және оларды күнделікті өмірде қолдану қабілеттерін нығайту. Міндеттері физикалық шамаларды анықтау және олардың арасындағы байланыстарды түсіндіру, әртүрлі физикалық құбылыстарды сипаттайтын есептер шешу әдістерін меңгерту, құрылымдық есептерді шешу барысындағы қолданылатын негізгі формулалар мен заңдарды жаттау және қолдану, логикалық ойлауды және мәселені шешу стратегиясын дамыту.
бағдарламаның өзектілігі. Яғни мен бұны өзімнің тілімде кәдімгідей ауызекі тілде айта берейін. Жалпы неге мен 8-ші сыныпта авторлық бағдарлама жазу ниетім болды. Себебі 8-ші сыныптың физикасы барлық тақырыпты қамтиды, бір жақсысы және оның барлығы тәжірибеден тұрады. Мысалы, қыркүйектен, яғни 1-ші тоқсан мен 2-ші тоқсанның аралығында жаңағыдай физиканың басында температура деген тақырыптар, яғни жылу құбылыстары тарауы болады. Сол жерде яғни температура деген тақырып бар, диффузия деген тақырып бар. Осы тақырыптардың барлығын қамтып, өте жақсы бір есептер құрастыруға болады. Мысалы, бір стаканды ала отырып, соның ішіне мұзды салып, оны отын арқылы, жағу арқылы біз мысалы оның QSM дельта-Т, яғни сол формуласын қарастыруға болады. Ол химияға да қатысты, және оның булану, меншікті булануын, меншікті жануын барлығын қарастырып кетуге болады. Әрине 8-ші сынып 7 тараудан тұрады. Сол 7 тарауға байланысты біріншісі жылу құбылыстары, екінші бөлім агрегаттық күйлер, үшіншісі термодинамика негіздері, төртіншісі электростатика негіздері, бесіншісі тұрақты электр тоғы, алтыншысы электромагниттік құбылыстар, жетіншісі жарық құбылыстары. Осы 7 тарауға байланысты есептер және тәжірибелер қарастырдым. Соның көбісі тұрақты электр тоғына байланысты қазірге бір-екі тәжірибе көрсетсем. Енді мынау сол жасалған авторлық бағдарламаның құрылымына қарасаңыздар болады. Мына қысқаша мерзімді жоспар. Мысалы, бізде тізбек бөлігі үшін Ом заңы, неге біздің әке-шешелеріміз көбінесе кішкене практикаға икемді болған себебі, ол кісілер барлығынан Ом заңын білесің бе, Ом заңын білесің бе деп сұрап отырған. Және қазіргі балаларда да оны білмейді деп айта алмаймын, барлығы біледі, бірақ көбінесе практикада қолданылмайды. Яғни қолданбайды демеймін, даже лампочканы ауыстырудың өзіне кішкене қорқақтайды. Мынадай лампочка. Мысалы, бізде меншікті кедергіні түсіндірген, меншікті кедергі деген тақырып жоқ енді, бірақ меншікті кедергі, яғни мына жердегі R тең ρ L бөлінген S-тегі осындағы ρ деген бізде меншікті кедергі болып табылады. Оның формуласы барлығы көрсетілген. Мысалы, мынадай бір өткізгіш сым болсын. Осы өткізгіш сым ішінде мыстан жасалынған, яғни оның материалына байланысты, немесе алюминийден жасалынған болуы мүмкін. Және осыдан бір ток өтіп жататын болса, ол яғни оның материалына тікелей байланысты. Себебі, мысалы, алюминий дәл осындай диаметрдегі, яғни көлденең қимасының ауданы бірдей сымды алатын болсақ, яғни алюминий мен мыспен екеуінде екі түрлі меншікті кедергі болғандықтан, ол жердегі кедергілер де әртүрлі болады. Мысалы, немесе тағы да бір мысал айтатын болсам, мыс сым екеуі, бірақ біреуі қалыңдау сым, біреуі жұқа сым болатын болса, онда тоже олардың кедергілері әртүрлі болады. Себебі қалың сымда екеуі де мыстан жасалынған болғандықтан, қалың сымның кедергісі көбірек болады. Сондықтан осы формулаларды қарастырып есептер шығаруға болады деп ойлаймын. Келесі мысал үшін бізде қуаттың формуласы I және U, яғни IU деп айтамыз көбінесе. Екі, яғни ток күші мен кернеудің көбейтісінен тұрады. Мысалы, бізде мынадай лампочкалар білеміз, шам деп айтайық. Бұл осы жерде қарастыратын болсақ, бұл мысалы үшін жанында жазылып тұрады бізде 10 ватт, 20 ватт, 15 ватт деп. Және ол жерде астында кернеу көрсетілген 265 ватт вольтке дейін көтереді деп тұр. Яғни ол кернеуі. Осы жерден біз тоқты таба аламыз, себебі P тең IU формуласы арқылы. Ары қарай дамытатын болсақ, яғни P тең I квадрат R формуласы арқылы оның кедергісін тауып алуға болады. Дәл солай есептерді тәжірибе жүзінде қарастыруға болады. Және тағы бір нәрсе көрсетейін. Мысалы, осы жерде лампочка күйіп кетеді. Күйіп кеткен кезде оның ішінде бір диоды күйіп кетеді. Сол диодты алып, орнынан алып тастасаңыз, қайтадан ол жана береді.
енді жанбауы мүмкін, ағай ол жанбайды деуіңіз мүмкін барлығыңыздың. Бірақ та сол лампочканы алып тастап, оның орнына карандашпен кішкене ғана сүріп өтетін болсақ, онда точно жанады. Себебі бізде яғни ол точно жанады деп айта аламын. Келесі, өткіштерді тізбектей және параллель жалғау, бұл формулалар барлығымыз білеміз, бірақ қолданған кезде кішігірім, яғни кедергі деген кезде осы өткішті параллель жалғау және тізбектей жалғауды ғана ойлаймыз. Бірақ шын мәнінде келетін болсақ, кедергіні өзгерту қасиетіне байланысты кедергінің түрлері. Мысалы, айнымалы басқарылатын, айнымалы басқарылмайтын кедергілер бар. Және бұл жерде жартылай өткіштерде көрсетілген. Сіздерге айтып кетейін, біріншісі терморезистор. Температураға байланысты өзгеретін кедергі. Келесі варисторлар, ол кернеуге байланысты өзгеретін, кернеуі күрт жоғарылайтын немесе күрт төмендейтін. Одан кейінгісі тензорезисторлар, яғни салмаққа немесе бір жер сілкінісі болған кезде осы тензорезистор арқылы біліп отырады. Одан кейінгісі фоторезистор. Сіздерге фоторезисторды былай да көрсете аламын. Бұл күнделікті бізде светильник сияқты. Мысалы, қазір жанып тұр жартылай өткізгіш. Мұнда кішкене жартылай өткізгіш фоторезистордың, яғни бұл жерде мен жапқан уақытында тоқтап өшіп қалу керек. Бізде күнделікті далада светтердің барлығы осылай жұмыс жасап тұр қазір, білесіздер. Кейінгісі жартылай өткізгіштердің тағы бір түрі күн батареяларын білесіздер. Жарық болған кезде мұнда жанады. Енді мынадай компьютердің платасын білесіздер. Оның ішінде біз сол 8 сыныпта қарастыратын конденсатор, резистор, яғни кедергі барлық қарастырылған. Және бұл жерде катушка десеңіз, катушка да бар негізі оралған. Және бұл жерде қарастыратынымыз жақсылап үңілсеңіздер, осы жерде кішкене кедергілер көрсетілген. Мына жерде фотоға қарасаңыздар 181 деп тұр. Бұл жерде бірінші және екінші сандары өзі 18 екен білінеді, ал артындағы 1 деген саны оның артындағы 0 деп білдіреді. Келесі 102 деп тұр, яғни бірінші және екіншісі 1 және 0, оның артындағы 2 деген сан, оның артындағы 0 деп білдіреді. Яғни бұл жерде 1000 деген сөз. Ол 1 килоомға тең болады деген. Келесі 222 деп тұр, бұл 2,2 немесе 2200 омды білдіреді, ол 2,2 килоомды көрсетіп тұр. Келесі 474 деген сөз, 47-нің өзі артында 4 нөлі бар, яғни 470 килоомды көрсетіп тұр екен. Келесі кедергінің таблицасы деп тұр. Бізде осындай бір кедергілер, яғни зарядчигіміз білеміз ғой, сол зарядчиктің ішінде де қазір қарастырылған. Сол зарядчиктің ішінде осындай кедергілер болуы мүмкін. Яғни біріншісінде мысалы 1 ом деп тұр, яғни бұл жерде светтеріне жақсылап түстеріне қарасаңыздар. Біріншісінде коричневый свет 1 деп тұр, келесі қара свет, ол 0 деп білдіреді. Одан кейінгісі қандай свет көрсетіп тұр? Алтын түстес, золотистый деп айтайық. Яғни оның -1 дәрежесін көрсетіп тұр ма? Оның -1 дәрежесі жаңағы 0 жойылып кетті, значит 1 деген сөз. Түсіңіздер ғой, жаңа біріншісінде 1, екіншісінде 0 бар еді ғой. Сол 0 жойылып кетті. Содан кейінгісі допуск деген сөз плюс-минус, яғни 1-ден 1,01 немесе 1,05 болуы мүмкін, немесе 0,99 болуы мүмкін. Солай өзгереді. Келесі свет түсте бізде, яғни көк түстес. Ол алтыны білдіреді. Біріншісі, келесі 8 деп тұр. Ол қарасаңыздар серый свет екен. Неге кішкене светтер өзгерген ау. Серый свет 6, одан кейін 8,
Кейін тағы да коричневый свет, оның бір дәрежесі деп тұр. Көріп отырсыздар ма? Иә. Одан кейінгі соңғысы көбінесе золотистый болады, яғни алтын түстес болады, себебі ол жерде допуск плюс-минус, яғни 680 немесе 679-да 5 болуы мүмкін. Немесе 680-де 5 болуы мүмкін. Яғни кішкене өзгереді, бірақ основной осылай жасалынады деген. Білесіздер ғой, кедергінің іші графиктен тұрады, не? Карандашпен бояймыз дегенім сол себепті. Одан кейінгісі 222 килоом деп тұр. Біріншісі қызыл свет, екіншісі тағы да қызыл свет, үшіншісі не деп тұр? Яғни бұл жерде 10-ның 3 дәрежесін білдіріп тұр, ме? Оранжевый свет білдіріп тұр, 10-ның 3 дәрежесі. Плюс-минус допуск тағы да сол 5. Осылай кедергінің таблицасы арқылы балаларды қызықтырып, сабаққа бейімділігін арттыруға болады. Яғни тәжірибелерді біз мысалы үшін эксперименттер жасаймыз, зертханалық жұмыстар физикада жасаймыз, бірақ көбінесе оның барлығы шектеулі түрде, барлығы нақтыланған түрде жасаймыз. Бірақ қосымша тағы да мәліметтерді осылай көрсетсеңіз, оқушылар қызығушылығы артады деп ойлаймын. Күтілетін нәтижелер жайында айтып кетейін. Оқушылардың теориялық және практикалық білімдері қалыптасады, оқушылар есептерді шығарудың алгоритмін үйренеді, оқушылар есептерді шығарудың түрлі тәсілдерін меңгереді, және бір жағынан айтқанда физикаға қызығады, тәжірибені жасайды, көзбен оны көреді. Онда пайдаланған еліктер, назарларыңызға үлкен рахмет. Соңғы бір тәжірибе бар, соны көрсетіп. Мұнда пелте деген элемент бар. Пелте деген элемент ПНБ, яғни бұл жерде мен қазір ыстық суды құйып қойдым негізінде, ешқандай батарейка ештеңе жоқ. Қазір өшірдім. Яғни мұның ішіне бір жағына ыстық су, бір жағына суық су құятын болсаңыз, бұл жерден тоқ пайда болады. Бұл пелте элемент деп аталады. Сіздер 8-ші сыныпта кітабында осы жартылай өткізгіш көрсетілген ПНП, НПФ деп. Немесе транзистордың қасында тұрады, базис, эмит, коллектор деген қасында. Дәл сол құбылыс, яғни пелте деген кісі ашқан соң құрметіне пелте элемент деп аталады. И холодильниктер, яғни тоңазытқыштарда тұрады, және ол су ішетін құрылғылардың көбісінде орнатылады обязательно. Мына жағына салқын су, мына жағына ыстық су. Яғни астына екі пелте элемент. Ішіне күйіп үлгермеді. Ау? Жоқ, пелте элементі бір жағына ыстық су, бір жағына суық су құясыз. Жартылай өткізгіш болып табылады. И екеуінің арасында ыстық су мен суық су болған кезде тоқ өтеді. Тоқ пайда болады. Энергия көзі ғой. Оқушының өзі жасады деп айтпайсыз ба? Біздің мектептің оқушылары жасаған. Ғылыми жоба байқауында бірінші орын алды. Жақсы, назарларыңызға рахмет.